Подкастымыздың бүгінгі қонағы Ақжол Қырғызбай, журналистика факультетінің 2-ші курс студенті. Ақжол талантты сценарист, бірнеше пьесалардың авторы. Жақында ғана пьесалары үлкен сахналарда қойылған болатын. Айжур подкастына қош келдіңіз. Ал енді сұхбатымызды сұрақтан бастайық бірден. Сіздің жақында ғана «Пирамида» атты пьесаңыз Ақтау қаласында жастар театрының сахналауымен қалың көпшілікке жол тартты. Осы жайлы толығырақ атап өтсеңіз? Сәлем Айнұр, рахмет көп осындай подкастының қонағы қылып шақырып отырғаныңа. Бірден сұрағыңа жауап бере кетсем, «Пирамида» атты пьесам жарық көрген болатын. Бұл менің ең алғаш осы үлкен сахнаға шыққан пьесам десем де болады. Бұл пьесаны негізінде жазғаныма өте ұзақ уақыт болды. Көптеген өңдеулерден өткіздім. Одан кейін режиссердің өзі де менің өңдегенімді өңдеп сахналады, қателеспесем. Өзім көре алмадым. Сондықтан да толық қалай болғанын мен де нақты білмеймін. 5-6 фотосын қана көрген болатын, постқа салған жерінен. Ал былай білмеймін, бірақ менің ойымдағыдай шықпаған сияқты. Өйткені мен өзім жазып отырған кезде басқаша көрдім. Режиссердің көзқарасы басқаша болуы мүмкін. Солай. Әрине, барлығы біздің ойымыздағыдай болмауы мүмкін. Ал енді келесі пьесаларыңызға тоқтала кетсек, қазіргі таңда, яғни Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде супер студент телевизиялық шоуы жүріп жатыр. Және осы журналистика факультеті болып, сіз болып, біз болып барлығымыз атсалысып, осы финалға дейін жеткен болатынбыз. Және әрбір кезеңде 3-ші сайыс бұл еркін өнер көрсету болып табылады. Және осы еркін өнер көрсетуде біз сіздің авторлық пьесаларыңызды қойып жатырық. Яғни журналистика факультеті болып, осы пьесаларыңыз жайлы айтып өтіңізші. Тақырып неліктен осындай ауыр, күрделі мәселелерді қорғайды? Толық жеке-жеке тоқталып өтсеңіз, финалға дейін жеткізген осы сіздің пьесаларыңыз деп білемін. Сол жайлы атып өтсеңіз. Суперсенс байқауы осы журналистика факультетінің бір бағын жандырған телевизиялық шоу болды деп ойлаймын, біріншіден. Өйткені жаңадан келіп жатқан бірінші курс студенттерінің ішіндегі ашылмаған таланттары ашылып жатыр. Және көптеген бір-бірімізді жақындастырып жатыр, былайша айтқанда. Шынымен-ақ бір факультет емес, бір отбасы болып келе жатырмыз. Одан кейін бағанағы сұрағыңа тоқталатын болсам, бірінші ең алғашқы сайыста «Заман дерті» атты қойылым көрсеткен болатынбыз. Ол жерде әрине зорланған қыз туралы және соны зорлаған жігіт туралы тақырып болған болатын. Мені мектеп кезімнен сондай тақырыптар қатты толғандырады. Жеткізгім келетін ылғи мен сондай тақырыптарды бір баршаға жайып, адамдарға ой салып, ойланса екен деймін адамдар. Тым болмаса, мысалы, 100 көрермен отырма, соның біреуі көріп, өзіне бір нәрсе алса, сол мен үшін жетістік болады. Сондықтан да осындай күрделі тақырыптарды осындай пьесалармен, көріністермен жеткізу арқылы бір ой салсам екен деймін. Одан кейінгі мені де өлім әлдейлі деп аталатын екінші неде, қателеспесем, ол жерде тоз жетім бала туралы бағана айтып өткенімде мен сондай тақырыптар өте толғандырады. Бұл телевизиялық шоу болғандықтан оны егер біреу көрсе, көзіне бір тамшы салса, немесе өзіне бір керек дүние алса, мен үшін ол үлкен жетістік болып есептелінеді. Өйткені бұны мен өзім қолыммен немесе миыммен жазбаймын, жүрегіммен жазған дүниелер болғандықтан жүректен жүрекке жетсе екен деген ойым. Рахмет. Менің ойымша, сіздің авторлық көрерменге, тыңдарманға берер ойыңыз жүректен жүрекке жетіп жатыр деп ойлаймын.
Себебі осы заманауи пьесалардың өзекті тақырыптарды қозғайтыны да маған өте қатты ұнайды, және мен қолдаймын деп айтсам да болады. Көрермендеріңіз көбейе берсін деп айтам. Осы тұста маған ой келіп тұр, осы идеяны, шабытты қайдан аласыз? Осындай дүниелерді жазу үшін бір идея керек, немесе бір оқиға керек. Жаңағы «Пирамида» атты спектакліңіздің негізгі өзекті, яғни идеясы жалпы қаржылық сауаттылыққа, жаңа қарапайым халықты алдайтын алаяқтарға күрес, осы бағытта. Яғни осы спектакль жазу барысында сізді біреу, мысалы, өміріңізден өтті ма, біреу алдаған, сондай бір сәттерді қостыңыз ба өміріңізден? «Пирамидаға» тоқтала кететін болсақ, ол пьесаны мен жазуыма себепші болған Қолғанат Мұрат деген кісі, драматург, Ритм жастар лабораториясының жетекшісі. Сол кісінің айтуы бойынша жазған болатын. Одан кейін тақырыпты зерттедім. Өз басым, Құдай сақтасын, әрине ондайға алданып көрген емеспін. Бірақ алданып қала жаздаған ситуациялар болған өмірде. Алғашқы курста, бірінші курста, әрине ешкімнің құжатқысы келмес шығар, жұмыс іздеу керек деген сияқты ойлар болды. Қасымда дос балам болды, екеуміз вакансиялар қарастыра бастадық, және бір жерде офисте жұмыс, ақшасы нормаль деген сияқты болып біз бардық сол жаққа. Удостоверениемізді сұрады, бердік, отырдық, әңгімелестік. Біздің ең алғаш 3 кезеңнен тұрады деді ма, сондай бір нәрсесін айтты. Біз лекция сияқты тыңдап отырдық, бұлай қаржылық сауаттылық болу керек, бір нәрсе деген сияқты. Біз қызға бастадық басында, одан кейін тұрдым да адам кәдімгі өзіне тарта бастады, танаушы. Жұмыс қалай болады деп, сөйтіп сіз ата-анаңыздың халық банк карточкасын алуларыңыз керек. Ол кезде мен халық банктың әлі толық істемей ма, сондай нәрсе оған. Менде 18 жоқ болды, походу. Сөйтіп отырдық дос баламмен, содан кейін Google'дан тура соның компаниясының атын жазып көрдік, отзывтарын, комментарийларын оқып едім. Ішінде өңке лохотрон алдап кетеді дегендерді оқып, қой кетейік дедік, басымызды Аллах ұстайық бұндай нелерден деп. Сөйтіп удостоверениемізді сұрасақ бермей, әрең дегенде жұлып алды да қолдан. Рахмет, көп істемейміз десек, неге деп қоймайды. Ұнамады десе, қай жер ұнамады деп қоймайды, қой кеттік деп сол күйден кеткенбіз. Осындай сияқты ситуациялар болған, және тақырыпты зерттеген кезінде мен сол ситуацияға түскен адамды іздегім келді, және таптым. «Пирамидаға» кірген атын айтпай қояйын. Содан толық сұрап білдім, қалай болады екен деген сияқты. Сол арқылы жаздым десем болады. Ал енді сіз жазасыз, ол жазуыңыз, яғни сіздің шығармашылығыңыз сахнада тіріледі. Кейіпкерлер пайда болады, және эмоциялар пайда болады. Осы кездегі жазушының, сценаристің ішкі сезімі қандай болады? Осындай сұрақ бергім келіп тұр. Себебі біз осы супер студентсте қойылымдар қойдық. Осы факультеттің атынан жаңағы студенттер болып барлығымыз, баршамыз жұмылып осыны халыққа жеткізгіміз келді. Сол кезде сіз сырт көзде, сахнаның сыртында бақылаған болатынсыз. Сіздің ішкі сезіміңіз қандай болды? Өте күшті сұрақ. Қалай айтсам болады екен, өзімнің жазған дүниені сахнада көру ол өте бөлек, өте керемет сезім. Сондықтан да сахнаның сыртында қарап жүріп, менде толқу да болды, қобалжу да болды. Әсіресе қобалжу басым болды, мен өзім сахнада тұрмасам да қалай алып шығады екен, сөздерді ұмытып қалмаса ғой, тура ойлағандай болса ғой деген сияқты көптеген ойлар болады. Ал соңында бәрі қойылып біткен кезде деп жеңілдеп кәдімгідей, білмеймін, ол сезімді сөзбен толықтай жеткізу мүмкін емес. Бірақ айтады ғой, бабочки в животе дейді ғой, сондай болды. Дана Абай айтады ғой, болмасанда ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз дейді. Сізде осы салада бір кумир тұтатын, немесе бір өзіңізге бір әсер еткен бір қойылым бар ма? Жалпы өзіңіз бір навыктарын сіңіргіңіз келетін тұлғалар бар ма осы пьеса, осы драма жанрында, драматургия саласында? Жалпы өзім осы драматургия саласында, театр өнерінде болғанымен шет жағасында ғанамын десем болады. Мен әлі толықтай ішкі кухнясы деп айтамыз ғой, ішкі кухнясына кіріп үлгермедім.
Сондықтан да қазіргі заман драматургтарынан, өткен заман драматургтарынан өте көп танимын дей алмаймын өзім. Ал үлгі тұтатын драматургтарым осы Ғабит Мүсірепов, Мұхтар Әуезов сияқты кісілер. Ол кісілер қазақ драматургиясына үлкен үлес қосты деп айта аламын. Ал қазіргі заман драматургтерінен бағана айтып өткен Қолғанат Мұрат деген ағайым, ол өзімнің ағайым және де Әлішер Рахат деген кісі бар, Параллель деген кітаптардың авторы. Солай. Ал енді сізге тілерім, жазарыңыз көп болсын, қаламыңыз мұқалмасын, Дулат Исабековтей қойылымдарыңыз Европаны шарласын деймін. Сұхбат үшін үлкен рахмет. Ахайнұр, саған да көп рахмет. Осы подкастың өз жалғасын таба берсін. Өзіңе де шығармашылық табыс тілеймін. Сен де қаламың мұқалмасын. Бір салада жүргізің қанша дегенмен. Сәттілік.